Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сәбіз қосылған өте дәмді пирог пісіретін боламыз. Күз мезгілінде ең көп пісірілетін хит пирогтардың бірі. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, осы пирогты жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керек заттардың барлығын жазып қойдым. Осы жерден көрсеңіздер болады. Сәбізді өкіштен өткізіп дайындап алуымыз керек. Менде орташа 2 сәбіз кетті. 3 жұмыртқа, қант, сұйық май, қопсытқыш, корица, тұз, мейіз және де ұн қажет болады. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз. Тұзды, қантты салып, миксермен ағарғанша көпіртіріп алатын боламыз. Қанты толықтай еріп, масса 2 есе көбейіп, ағарып, дәл осылай дайын болу керек. Енді үстіне сұйық майды қосамыз, сосын өкіштен өткізіп алған сәбізді саламыз. Мейізді қосамыз, корицаны қосамыз, сосын барлығын жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Венчикпен не болмаса, жай ғана қасықпен араластырсаңыздар болады. Енді осы массаның үстіне електен өткізіп дайындап алған ұнымызды саламыз. Үстіне қопсытқышты салып, кішкене араластырамыз. Сосын тағы да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Осы кезде пешті 180 градуста қыздырып қойған болуымыз керек. Міне дәл осы видеодағыдай қою масса дайын болады бізде. Енді форманы дайындап аламыз. Форма менде 24 диаметрлі форма. Сіздер одан кішілеу формаға жасасаңыздар болады. Осы массаны пергамент салынған формамызға салып, бір тегістеп жайғастырып аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққанını шпажканың көмегімен дәл осылай тексеріп аламыз. Шпажканы тыққан кезде құрғақ болып шығуы керек. Формада толықтай суытып аламыз, сосын формасын шешеміз. Енді пирогтың үстіне әсемдеу үшін пирогымыз тағы да өте дәмді болып шығу үшін крем дайындап аламыз. 33% сливкидің үстіне қант ұнтағын салып, миксермен қою крем дайын болғанша араластырып тұрамыз. Крем дайын. Енді осы кремді арнайы қапшыққа салып, гүл насаткасымен пирогтың үстіне әсемдеп шығамыз. Негізі мүлдем крем жақпай-ақ осы пирогты жей берсе болады, өте дәмді болады. Мен тағы да әдемі болу үшін, өте дәмді болу үшін дәл осылай крем жағып шықтым. Үстіне какао сеуіп қоямыз. Өте әдемі дәмді пирогымыз дайын болды. Бірден кесіп, дастарханға тартсаңыздар болады, не болмаса тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырсаңыздар, одан да өте жұмсақ болып шығатын болады. Өте дәмді, ерекше пирог болып шығады. Балаларға бергенге, дастарханға қойғанға, қонақ күткенде дастарханға қойғанға өте жарасымды, әдемі пирог болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер қыздар, бір жасағаннан дәл осылай ұқсап шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда тағы да басқа өте қызықты, дәмді, оңай рецепттер бар. Өтіп көрсеңіздер болады. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.